Бүгін бізде сабақ, сыныпқа келіп жатыр. Енді ғана ешкім келмеген, әлі енді келетін шығар. Бұл оқушылардың келуінің өзі жыр ғой бұларда деген. Журнал бойынша қазір бәрін тексеріп шығайыншы қазір. Кім бірінші болып келеді екен? Анаусы бар, мынаусы жоқ. Кім бар екен? Қазір қайсысы келеді екен? Әні келді ғой. Жоқ, Мариям кешкен жоқсың. Біздің ең ұқыпты қызларымыздың бірі ғой. Осы қыз келмегенде бірінші кім бірінші болып келеді? Әні оның құрал саймандары да түгел болады ғой, бұл қыздың құрал саймандары да. Дәптерлері де түгел бұл қыздың. Үй тапсырмасын бәрін орындайды осы қыз ғана. Қалғандарын қайда енді орындамайды шығар олар. Әні келді біреу. Ойбай, біздің ең жаңағы хит қызымыз ғой бұл деген. Ойбой. Құрал саймандарыңызды ашсаңызшы, сізде бірдеңе бар ма өзі? Жоқ, менде тек қана телефоным. Телефонмен барлығын істей аламын. Ойбой, бұл да құрал сайман қақтан болсын. Апасы бәрін істеп береді ғой бұған. Әлі істеп бермейді ғой. Құрал саймандарын жоқ та ғой бұл. Келді біздің сыныптың ең бозығы ән. Ойбай, Пикмик апай шыға ғой былай. Ойбай, ән келді әні ең бозығымыз. Бозықтар келді. Ал келдіңдер, сабаққа келдіңдер негесіндер, білесіңдер ма? Мариямда ғана кітап дәптерлері ғана түгел, қалғандар ешқайсысы түгел емес. Мына қайда вообще жоқ шығар бұда. Апай, мен мыналарын бүкілі, мына екеуін үй тапсырмасы орында, менде түкте бірде дәптер алмайды. Неге бұлар өздері орындамайды? Орындамай ма не бұлар? Мен олардан қорқам. Мен сенің. Мен қазір кім? Шақырып жатыр мені екен да, шақырып жатыр мені. Қазір барып келейін қазір. Директор шақырып жатыр екен, күте тұрыңдар, қазір барып келемін. Видео түсіру керек қой. Ей, не болып жатыр нау? Тез отырыңдар. Бір шыға қой бердің. Нау, не сұмдық? Сендерге тыныш қана отыр дедім ғой жаңа ғана. Не сұмдық нау, а? Сен неғып видеоға түсіріп жүрсің, тоқтатпай бұларды, а? Не болды, Мариям? Мұна мен айтқан жинағат, мен бұған штраф салат дедім болақта. Бұл штрафын құрып кетсін деді маған. Ойбай, мен сендерге отыр қазір келем дедім ғой сендерге. Апай маған достардың бәрі лайк басады ғой. Саған лайк қана керек па? Саған сонда сабақ оқу керек емес па сонда? Жоқ, маған мен сабақ оқымайды. Мен сабақ оқымайды. Омар, саған ше? Тек бозықтық бұныкі. Мына қыз қайдан келген? Бұл кімнің сіңілісі? Апай, бұл... Сенің сіңілі ма, Мариям? Бірінші класстан келді ма? Ота тұрсын, бірге қайтасында, сабақтан қайтқаннан бірге қайтасындар ғой. Болды, Омар, енді отырамыз орнымызға, Омар, болды. Шуламаймыз, Омар, отырамыз, е? Міне, қараңдар, сендердің істеп жатқандарың дұрыс емес, балдар. Мариям ертең Құдай қаласа оқиды, сабағын жақсы оқиды, білімпаз, білімді қыз болады ертең. Ақшасын бәрі біліммен ғана табады. Омар, сен қалай табасың ақшаңды? Сен тек бұзықтық қана табасың ба ақшаны? Оқу, сабақ оқу деген қайда сенде? Неге оқымайсың? Оқу керек, Омар, олай болмайды істеуге. Сен ше жібек, неге олай істейсің? Саған тек ақша байлықпен ғана келеді деп ойлайсың ба? Табысты олай келмейді. Тек оқысаң ғана, білімді болсаң ғана, ұқыптылық болса ғана, сол кезде ғана ақша келеді. Апай, ондай болмайды.
байып кетемін ғой папалар мен мамалар. Бай болу үшін білімді болу керек. Білімді болсаң ғана шыңға жетесің. Әйтпесе одан шыңға жетпейсің. Сол үшін білімді болу керек. Енді бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмаларыңды жазып алыңдар. Кім қайқа жазып алады, кәні сосын ертең сендердің үй тапсырмаларын тексеретін болам. Бірақ сен Омар ертең ата-анаңмен келетін бол сабаққа. Сен мынандай бұзықтық болмайды енді. Сен сабаққа ата-аналармен ғана кел. Мариям, сіңіріңді алып сабақтан шыға береміз. Кәні қоңырау соғылатын уақыт болды. Әні қоңырау соғылды. Бүгін енді қайтамыз. Ертең келеміз балдар. Сау болыңдар. Сау болыңдар балдар. Ертең келесіңдер ғой. Үй тапсырмасын орындап келіңдер. Мариям, сумкаңды алмайсың ба? Не сабақ керек емес па ертең? Не болды? Аппақ. Достар, екінші жайсын түсірсіңдер. Лайк басып, комментарий жазып, колокольчик басып. 10 мыңға жеткізсеңіздер. Бізді 2-3 ай сіздер күтіңіздер. Сау болыңыздар. Достар, бұл біздің жай ғана түсірген мини әзіліміз, видеомыз. Қалай шықты? Ертең бәрін комментарийға жазыңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Мариям аппақ. Бізді 10 мыңға жеткізсеңіздер, біз 2-3 ай сіздерді боламыз. Давайте.